Жұлдыз FM-де таңғы шоу. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық енді. Дәл қазір Мархаба ханым, сізге сауалым бар деп хабарласқан тыңдарманымыз бар екен. Мирас әдеттегідей. Алло, Мирас, қалыңыз қалай? Алло, ассалаумағалейкум, Жаке. Уағалейкум-ассалам, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Сәлеметсіз бе? Ақбибі, сәлеметсіз бе, Мархаба ханым, қош келдіңіз. Сәлем, Мирас. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Өзіңіз? Жақсы, бүгінгі жұма қабыл болсын барсаңызға. Әумин. Енді менде сауалым, сол алда қандай жоспарларыңыз бар, және де мынау карантин уақыты сізде қалай өтті, және де шығармашылықта жаңалықтар алдағы күнде қандай әндер шығарды, сол туралы сұрайын деген едім, және сол бүгінгі сол таңғы шоудың тақырыбы бойынша айта кетейін деген едім. Сіз кімге алғыс айтасыз деген тақырып қой, иә? Сенің барыңа рахмет. Иә. Енді мен біріншіден ата-анама алғысымды айтам. Неге десеңіз, енді жаңағы қолдау білдіріп, осы уақытқа дейін өсіріп, жаңағы жеткізіп келген енді ата-анамызға алғыс айту бәріміздің міндетіміз ғой. Сол ата-анама алғыс айтамын, достарыма алғыс айтамын, қуанған кезде, мұңайған кезде қасымнан табылып, және де өзімнің жақын туған туысқандар, ағайындарға, жалпы мынау менің қасымда жүрген ағайындарға алғыстарын айтам, және осы радиоға алғысымды айтам. Осы сіздердің барларыңызға да алғысымды айтам. Жаке, Ақбибі, рахмет. Жалпы осы ұжымның барына көп рахмет, шексіз алғыс. Ал Мирас, тағы да бір қосарыңыз бар ма? Айтарыңыз? Я енді уақыт бар болса, мен Мархаба ханымның бір әнін айтып берсем деп тұрмын. Ал айтып беріңіз, құлаймыз. Енді Мархаба ханым осы әнмен көпшілікке танымал болды ғой, ұнайды маған деген әнмен. Ал тыңдайық. Осы әнді айтып берсем болады ғой, Болады. Болады, әрине. Жалын атқан жанарыңды жүрегімнің қатқан, ұнатты мен бір адамды көңілімді сыр жатқан. Ұнайды маған еркелеген сөздерің, ұнайды маған жалын атқан көздерің, ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан, ұнайды маған еркелеген сөздерің, ұнайды маған жалын атқан көздерің, ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан, ұнайды маған. Ой, бәрекелді. Түк, жүрекке тиіп кетті ғой мынау. Сәкен ағамыз жылап отыр ана жерде. Сол ғой. Иә, Мирас, рахмет қоңырау шалғаныңа. Рахмет, Мархаба ханым, алдағы жоспарларыңызға, ойларыңызға тек қана сәттілік, денсаулығыңыз мықты болсын, әдемі болып жүре беріңіз. Рахмет, өзіңе де бар жақсылық. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Былай дейді, не жайында ешқашан әзілдеуге болмайды деп ойлайсыз дейді. Амония. Неге бәрін әзілдеу беруге болады ғой? Ана қайтыс болған кезде де қазір гробты іліп алып билейтін шықты. Иә. Әзілдей беруге болады. Қаншалықты ырым тиымдарға сенесіз дейді? Салттарын ұстанасыз ба дейді? Сенбеймін негізі. Ешқандай ырымға неге сенбеймін. Көз тию, тіл тию дегенге де сенбейсіз ба? Жоқ, бір сенгімге бір көрейінші, бір сиқыр осы бар ма екен, осы бір бірдеңе бола ма екен деп бала кезде нететінмін, қызық көретінмін. Бірақ былай да көрін, ештеңе жоқ. Қой жарайды, жұмысқа кірсейін дедім. Өзіңізге ұқсаған адамды көрдіңіз ба? Сол кездегі әсеріңіз қандай дейді? Өзіме ұқсаған? Жоқ, көрген жоқ, бірақ сәкен береді. Бір киім киіп кетіп бара жатсам, алдымда тура сондай киім киіп, шашы мен сияқты болған, басына кепка. Соны суретке қолында ала пакет дейсің. Сумканы іліп алғанымызға шейін аумайды, сөйтіп фотоға түсіріп алған, фотосын қызық болды бір, Матрица болды ғой. бір параллельный немене сияқты бір қызық болып кетті. Адаммен ең алғаш кездескенде қай жеріне мән бересіз? Несіне дейді? Амония. Адаммен кездескенде энергетикасына, сөйлегеніне, содан белгілі болады көп нәрсе. Айтпақшы, сіздің инстаграм парақшадан көріп қалдым. Ойладым, мүмкін Сәкен мырза бір жас әншіге продюсер болды ме екен, әлде музыкалық продюсер ма деп, әлде інісі ме екен деген сияқты. Бір жігітті көріп қалдым сіздің инстаграм парақшаңыздан. Ол менің қайныным. Сол кісі ма сіздің әніңізді өңдейтін? Аранжировкасын бәрін. Қазір өзі шығармашылығын бастап жатыр, әншілік шығармашылығын. Әндер өте тамаша. Ілияс Төлеу деген. Өте ерекше. Әні. Иә. Балалық шақты жиі еске түсіріп тұратын қандай естелік бар дейді? Нәрсе,
зат, жаңағы оқиға немесе бір жағдайлар дейді Амония. Ана 44-ші жыл есіңде ме? Невскийден қашып кетті. Анау танкпен қуып еді ғой. Мә сөйтіп 102 Ойланып жыл қойған ба кәдімгідей? өмір сүретін болсаң, иә, қандай тамаша. О, моя любовь, обожаю ее. О, немене вообще күшті дейді Жазира Пірімқұлова. Сізді көріп таңғалып, керемет тамаша осындай сезім жеткізуде сізге. Келі сахна атақ таңқтан басқа не берді сізге дейді? Киелі сахна. Сәкен мырза, не берді деп ойлайсыз Мархаба ханымға? Жоқ. Мына өнерге сахна деп айтпай ақ қойын, өнер деп айтайық. Өнерге Мархабаның бергені көп шығар, алғаннан гөрі. Әлі алда деп ойлаймын, алатын нәрсе. Не дейді Мархаба ханым, өміріңізде болған қандай бір жаман жағдайдың жақсылық әкелгені болды ма дейді? Ойбай, ол ойланып тұратын қазір енді уақыт жоқ сияқты ғой бізде. Иә. Жоқ, бірақ кез келген кемшілікті, кез келген депрессияны жақсы идеяға, жақсы мүмкіншілікке айналдыруға болады. Негізгі ұстанымымыз сол негізі біздің. Сен. Енді Құдай қаласа 1 қыркүйек жақындап қалды. Балалар оқуға барады, жоғары оқу орнына түскендер жоғары оқу орнына барады деген сияқты 1 курсқа жаңағыдай қадам басады. Сол енді өзіңіз 2 университеттен шығып кеткен екенсіз, аяқтамай. Соларға қандай енді бір студенттерге кеңес бересіз? Қойшы енді үшінші шықпай ақ қойшы етқа қалдырмайсыз. Жоқ, расында мен біздің Қазақстандағы білім беру сапасына мүлдем сенбеймін. Өзім көп нәрсені интернеттен үйрендім. Қазір ешқандай ақша төлемей-ақ өзің ізденіп оқитын болсаң, интернетте барлығы бар. Тігінді де, торт тамақ пісірудің бәрін интернеттен үйрендім. Сол секілді қазір бәрін үйреніп алуға болады. Искривление позвоночниктен басқа ештеңе үйренген жоқ. Ой, орысшаңыз күштеген әйтеуір не де болса да. Не ғой, ғасырлық мұңды күтеміз барлығымыз дейді. Қосқанат жазып отырық. Қосқанат көп жасар. Бола ма? Дайындалып. Домбыра жоқ бопты. Қазір онда біз үзіліс жасап дайындалып алайық. Дайындалып. Соңғы рет енді Сәкен мырза, сізге бір сауал. Бұл сізге шығар енді. Соңғы рет махаббатты білдіретін іс-қимыл жасадыңыз дейді. Қашан дейді? Ән арнадым деп қойсаңызшы. Енді біздікі әлгі іште болып жататын құбылыстар ғой, сыртқа көрсетпейміз. Мархабаның әріптестері сияқты екен ғой, саяси тақырыпқа келгенде іштен тынатын. Иә. Өзі былай көзден түсіне береді. Енді айтқан ішпен біл деген сөз бар ғой, сол сияқты. Ішпен сезіп жүре береміз, сыртқа көрінбейді ол. Толқын деңгейінде бола береді. Қандай керемет. Енді Мархаба ханым былай дейді, жақсы көретін адамды құтқару үшін заңды бұзуға дайынсыз ба дейді? Әрине, қандай заң болуы мүмкін? Кез келген заң бұза беруге болады. байланысты дейсің, заңмен. Ал енді бүгінгі тақырып жайлы сұрайтын болсақ, жалпы өздеріңіз кімге рахмет айтқыңыз келеді дегендей? Сенің барыңа рахмет деп. Мен жолдасыма күнде айтамын оны. Иә, күнде айтады. Мен іште күнде айтамын. Одан да көп айтамын. Ол оны түсінеді дейсіз. Иә, түсінеді. Және әрине ата-анамыз өксер біздің. Иә, көріп отырған шығар, қазір тыңдап отырған шығар. Сәлем айтамыз. Біздің жүрегіміздің бөлшегі, біздің ата-анамыз, жандарым сол. Сәлем. Жақсы, ендеше достар, қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Қазір нөмірді айтып өтейін. 3-888-101 Алматы қаласының коды 8727. Қазір біз Инстаграмнан да шығып кетеміз. Сондықтан достар 10-15 минут шыдай тұрыңыздар. Сосын эфирге қайта ораламыз. Алыстамаңыздар, бүгін бізде қонақта Мархаба Сәби. Таңғы шоу. Эфирде таңғы шоу. Отыр сізден. Қандай ән орындаймыз біздің тыңдармандар үшін? Енді бұл да жақында шыққан ән. Соңғы әндеріміздің бірі. Иә, фантастический фильм, арманымыз, қиялымыз солай болса екен деген. Қабылыңыздар. Жарық шуақты күн екен, айнала көктем гүл екен. Ал уақыт болса болашақ, 2000 жыл екен. Әділетсіздік кем екен, ауасы таза кең екен. 2020-дағы армандардың бәрі шын екен. Ой, шіркін-ай, ой, ғажап өмір-ай. Ой, атпаңдаршы мені, қалғым келеді осында. Ой, рахат-ай, ой, еркін көңіл
болса да қалғым келеді осында. Пам-парам-пам, парарым-парарым-пэй. Пам-парам-пам, парарым-парарым-пэй. Пам-парам-пам, парарым-пам-парам-пэй. Пам-парам-пам, парарым-пам-парам-пэй. Көңілдерінде жаз екен, уайымдары да аз екен, еңселері биік екен, әрбір күнге мәз екен, ойлары еркін екен, жүздері жарқын екен, ол жақта армандар орындалуы мүмкін екен. Ой шіркін-ай, ой ғажап өмір-ай, ой атпаңдаршы мені, қалғым келеді осында. Ой рахат-ай, ой еркін көңіл-ай, жай ғана түс болса да қалғым келеді осында. Пам-парам-пам-парарым-парарым-пэй. 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 Оянаса бүгін түсім айыра алмай қалдым, оянып ап әсерінен біраз шыға алмадым. Кей түсімнің орындалатын әдеті бар еді, соған сенім түсімді аян деп қабылдадым. Ой шіркін-ай, ой ғажап өмір-ай, ой атпаңдаршы мені, қалғым келеді осында. Ой рахат-ай, ой еркін көңіл-ай, жай ғана түс болса да қалғым келеді осында. Тамаша. Керемет. Сонымен керемет. Сүйкен әні туралы айтайық, бұл әнді қандай жағдайда жаздыңыз? Бір ішінде неше түрлі сөздері бар? Ой бұл екен. Арман қалғанына. Сөз өзіңіздікі? Иә, бірге жаздық жолдасым екенбіз. Бұл енді жүйеден кейін шыққан ән. Шіркін-ай, Қазақстанда осылай болса ғой деген бір қиял ой, арман ғой. Ол күнге де жетіп қалармыз. Бұйырса. Енді Мархаба ханым жазған екен жаңағы, бұл мұңдан ба әлде көңілдан ба білмеймін деп. Сәкен аға, сіз қалай ойлайсыз? Аралас қой бұл. Мына бір лобстер деген кино болған бір. Көрдіңіздер ме? Мен көргем, иә. Сол Қызық киноның атмосферасына келетін негізі бұл. Мұңлы ма, абсурд сияқты. Иә. Жақсы, ендеше достар, Мархаба Сәбиге қояр сауалдарыңыз болса дәл қазір Инстаграмда тікелей эфирдеміз. Жұлдыз.фм парақшасында сауалдарыңызды жаудырыңыздар. Әзірге үзіліс жасайық. Айтар бір тілегім бар дейді. Алло, сәлематсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қайырлы таң. Ал, құлағымыз сізде? Мен Мархабаға тілегімді айтсам деген, негізі елімізде бұлай әншілер көп қой, бірақ бұлай өзіндік стилі бар, тәлім тәрбиелігі бар, әншілер негізі аздау. Соның бірі осы Мархаба деп ойлаймын. Өмірі тыңдаймын, жалпы өте дауысы әдемі, өзі әдемі деген сияқты. Анау бірінші ол кісі Қазақстан дауысына қатысқан кезден бері білем. Сол кезде ойлап едім, осы Мархаба осындай өзі бөлек шығып, осындай жұлдыз болса екен деп. Өйткені өте талантты әнші. Соңғы әндердің бәрін қарап жүріп, жалпы елдегі жағдайға қарап, шамалы ой толғап, біраз нәрсені жеткізіп жүр. Сол себептен енді шындала берсін деймін. Қазақтың осындай қыздар көп болсын деймін. Әумин, айтқаныңыз келсін Мәрлен мырза. Сіз сияқты талғамы жоғары тыңдарман да көбейіп. Соны айтам. Жақсы, Мәрлен мырза, қоңырау шалғаныңызға рахмет. Сосын бір сын айтып жіберейін. Ал, тыңдайық. Кімге? Басқа әншілер сияқты Мархаба хайп жасамайды екен. Хайп дейсіз ба? Ой, бәле болды ғой қазір енді. Енді ол қажетті дүние ғой. Танымалдықта ол керек екен негізі.
ютубтан күтіңіз, бәрі болады. бәрі де болады кішкене, иә. Аз Жақсы. ғана уақыт болды. Мәрлен мырза, көп рахмет сізге қоңырау Сау шалғаныңызға. Сау болыңыз. Тілегіңізге, ниетіңізге рахмет. Сау болыңыз. Мінекей, енді жаңа хайп жасаймыз ба? Мәрлен мырза айтып өтті ғой. Раз. Қазақстан дауысы деп славян базарына қатыстыңыз, неше түрлі ән байқауларынан өттіңіз. Не болмас. Енді тағы да бір сөйтіп күш жинап өту бар ма? Мүмкін. Мүмкін Қазақстанды жаңағы Евровидение байқауына жаңағы қосылды деліге. Ұсыныс түссе барасыз ба? Неге бармасқа? Болады. Оған енді үлкен қаражат керек. Евровидение деген ақша саласың, алмайсың деген. Кетеді сонымен дейсіз. Сонымен Бірақ ұтсаң кетесің. өте жақсы. Бірақ ұтсаң ештеңе бермейді. Ұту енді 250-дің ішінде Қазақстан ұтады деп үміттенемін. ғажайып енді. керек шығар. Жақсы. О немене әнінің тарихы бар ма дейді. Қандай ақындармен жұмыс жасайсыздар дейді Жазира Пірімқұлова. Ешқандай ақынмен жұмыс жасамаймыз. Бәрі өзімізден, өзіміздің ішіміздегі болғаны. Мен айтып берейін, о немене әнін тарих. Сол мына неде карантин болмас бұрын бір кішкене көңіл құлазу түсіп кетті, депрессия. Сол кездер оны әнге айналып, өнерге айналып шығару керек болды. Сол кезде отырдық та екеуміз 2 сағаттай жылмалап, езіп отырған кезде осы ән шыға кетті. Сөйтіп айналасы 1 сағаттың ішінде дүниеге келді. Керемет. Содан кейін аранжировкасы енді 2-3 айдан кейін бәрі дайын болған. 2-3 ай өтті. Ал бірақ енді ең тез пайда болған туынды қандай? 15 минутта жазып тастадым бұл әнді, сосын хит болып кетті деп жататындар бар ғой. Жоқ, ондай жоқ. Бірақ оңай шыққан. Түсекен мысалға. Түсекен. Сен бір аңылдап. Иә. 5 минут жоқ, құдай біледі. Иә. Мен сондай бір әдетім бар, ұнайды маған да сөйткен бір. Түнде толғанып жатып, бірең өң аралас уақытта бір шығып кетеді. Андай бір ұмытып қалу деген жоқ па мысалы, кеудемде болады ғой? Бірден диктофон алып жазып алу деген. Иә. Диктофонға Бірақ жазып әдемі аламын, әндер негізі жатталып қалады, Иә. Есте қалатын әндер өзі ұмытпай жатталып қалады. Бірақ дегенмен алып жатам. Телефонда, диктофонда қасыма баса қоюға ыңғайлы. 2018-де көлік айдап үйреніп жүрмін деп сұхбат берген екенсіз. Ой, қазір. Не болды сонымен? Немен аяқталды ол? Ас болды ғой. Қоя қоя айналайын дедіңіз бе? Ас болып кеттік. Жолда аға деп ана 20 машина тұрған жеріне алдына кіріп алып. Қыз баласы ғой енді. Иә. Аға деген ешкім атқа жөнейді. Жарайды енді өте ғой. Рахмет деп. Ол жаңа Алматының неше түрлі айналып өтетін тесіктерін бәрін жаттап алдық қой. Өзіңіз айдайсыз көлікті, иә? Иә, айдаймын, бірақ көп шықпаймыз, біз үйдеміз көбіне анда-санда. Сәкен мырза көлікке қызықпайды деп айтқан екенсіз сол кезде. Әлі де сондайсыз. Иә, мен оны айдап нервынан айырылатын ешқандай нем жоқ. Мысалы біздің Алматының жолы сұмдық. Бізге көңілге де қарамайды, әдеп дегенді де қарамайды. Жүргізушілер де сұмдық. Сол ғой. Жоқ, жүргізушілер сол. Сол ғой, мен жігіттер болғаннан кейін ондайға жарайды деп қарай отыра алмайды ғой. Сразу. Жүйкені шаршатпай сол тас жүре берген жақсы маған. Таксимен. Төбелес болып кетеді ар жақсы. Жоқ, қызықты оқиға болды ма? Сондай жол үстінде жаңағындай мысалға патрульдік полициясы тоқтатқан кезде мен мархаба сәбимін ғой деп айтқан кездеріңіз сияқты. Жоқ, мен оны қолданбаймын. Жол ережесін бұзбайсыз. Бір рет жақсылап бұздық та, сосын қандай көше? Правда ма? Дұрыс емес жерден бұрылып кеттіңіздер ма? Островокта анау енді айналып жүргенмін ғой. Островок қой, біреу кіреді, біреу шығады. Сосын мен кіретін жағына сыймай, мына шығатын жағына. Кіретін жағыма шығып кеткен ғой. Әдемілі видеоға түскен, соңынан қиық деп қуылды. Көп квартал қуылды, біз қашып 3-4 адамды қағып сөйтіп. Айта берейік. Қалжың ғой, енді неде болса да жол ережесін бұзбайық, бәрін сақтап жүрейік. Содан кейін қойдық. Дәл қазір енді мынау ескі құсқы кәкір шүкір деген бір немене деп бізге тыңдармандар өте көп жазған еді бұл енді. Жалпы бұл енді бір жігітпен орындадыңыз. Қайныңыз ба бұл? Мұрат басқа, иә? Бұл Мұрат деген астаналық жігіт. Композитор, әндері жақсы. Аранжировкасын жасайды, сол бір әнді бірге дуэт жасам деп өзі ұсыныс тастады. Жақсы көрейік әндерін. Басында негізі махаббат болса анау мынау деген. Оны махаббат тыңдап алды да тарарарара деді, ескі құсқы кәкір шүкір төгілді, сонымен кетті. Сонымен кетті. Қазір сол әнді тыңдаймыз. Тыңдай? Тыңдап алайық. Сол әнді тыңдап алайық. Мархаба сәби және Мұрат Қабылов
Ескі құсқы әні. Әннен кейін жарнамалық үзілістен кейін эфирге достар қайта ораламыз. Мархаба Сәбиге арналған тілектеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 3-888-101 Алматы қаласының коды 8727 бұл біздің нөміріміз, немесе Инстаграмда дәл қазір тікелей эфирдеміз. Эфирде таңғы шоу. Таңғы шоу жалғастырамыз енді. Мархаба ханым, мынау сіздің YouTube арнаңыздан көріп қалдық. Батырхан Шүкенов ағамыздың әніне кавер орындап, неге сол әнге орындағыңыз келді? Әлде біреу ұсыныс жасады ма? Жоқ, бұл осы тақырыпты бір өрбіту керек еді деп ойланып жүрген болатын. Сосын конкурсқа шақырту келді, иә? Шақырту емес, өзіміз барамыз. Барамыз дедік па, бір ойладық. Иә, Шүкеновтың конкурсы бар екен Қызылордада. Соған барып қайту керек еді. Кішкене ақша істеп қайтайық. Шашақпаймыз. Карантин кезі как раз. Және оған жай перепевать еткеннен гөрі өстіп аударып керек деп сөйтіп аударғанбыз. Содан ол енді карантин болды да қатыса алмайды. Өзді болсын енді Босқа жатамыз деп шығарайық. Иә. Енді ол конкурс болмай ма мүлдем әлде қалай? Енді осы кезде Шегерген шығар. Бірақ карантинге байланысты болмай қалды. Мен әнді ютубымызға жарияладым. Бәрекелді, кетті ендеше. Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған, жауын болып көктен төгілсеңші жанымды менің, тым жұлмалай бермей ауаға болып сейілсеңші. Ғасырлық мұң жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды. Тұрылаусыз уақыт тым сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші, бір көрінсеңші сұрты сарасынан. Мың бояу іздедім шоқтың жағасынан, іздеп не көздедім жансыз қаласынан. Үміт үзілсе де уақыт сарасынан, үзілген жоғымын. Сенімсіз сенім, сен алыстай бермей жаныма қайтадан оралсаңшы. Аппақ күндерім тек түс болып маған, қиял болып қана келмесеңші. Ғасырлық мұңым жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды. Тұрылаусыз уақыт тым сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші, бір көрінсеңші сұрты сарасынан. Мың бояу іздедім жансыз қаласынан, іздеп не көздедім уақыт сарасынан. Үміт үзілсе де уақыт сарасынан, үзілген жоғымын сұрты сарасынан. Бұл ән негізі дайындамай келгенбіз ғой. Айтамыз деп ойламадық дейсіз ғой. Тональсіз, домбырамен басқа тональсіз. Бірақ өте керемет шықты. Енді бұл профессионалдар ғой. Шығару керек кезде шығарады. Керемет. Кейде шаршап кететін жағдай бола ма, Сәкен мырза? Неден? Гастроль болады мысалға, ән дейді, ән жазуым керек еді, ән өңдеу керек деген сияқты. Бұл енді біздің өміріміздің мәні ғой. Ол шаршау. Біз
хобби сүйіктісіміз болғасын айналысып жүрміз ғой. Басқа себептермен сондықтан шаршау деген керісінше болуы мүмкін. рахаттанамыз. Демаламыз керісінше. Ал осы біздің эстрада әншілерінен соңғы кімге өстіп ән сыйладыңыздар немесе ән жаздыңыздар сұрап келген жандар көп қой енді. Мирас Жүгінісовті біраз звезда қылдыңыз. Енді оған текст мәтін ғой. Мәтін, иә, жаңа Мұрат деген бала әннің аранжировкасын жазып берген. Сол сияқты сыйлау емес. Не ғой? Коммерция ғой? Выживание. Асырау дейсің. Асырау, жан асырау, жан бағу деген сияқты. Сол соңғы келген Соңғы әндер әншілерден. Ерке Есмахан алды, бірақ әлі шыққан жоқ. Кәмшат алған. Қалшы қасымда. Енді біраздары бар, енді қайсыскен. Соңғылар сол. Иә, солай сол. Еркені шығарады шығар. 3 әнші келді делік, иә, сізге мысалға. Ән берді өзіңіз қалайтын, жаңағыдай өзіңіз келсе екен, мен әнімді сыйласам екен, берсем екен деген сияқты. Сол 3 әнші кім? Сіздің ойыңызда жүрген. Осылар менің әнімді айтса деп. Мен Селин Дион бірінші. Сосын екінші. Біраз ана жаққа кетіп қалдыңыз осы. Кім бар еді? Сия өзі жазады енді. Сия өзі жазады. Мен жай шайшып қайтуға болады. Билли Айлиш өзі жазады. Ол да өзі жазады. Өзіңе жаза берген дұрыс сияқты. Селин Дионге болады. Ал Қазақстанда ондай жоқ па? Мысалы 91. Бәріне жазды. Олар да өздері жазады. Басында алғаш шығып жүрген кезде хабарласты. Сен жазатын едің, қалай жазады? Ерболат бізді қысып жатыр. Үйретші қалай деп сөйтіп бір-екі советтерімді айтып ары қарай өздері үйреніп кеткен. Ішінде жаңа Батырхан деген бала неде. Қазақстанда осыны таныс. Иә, жақсы араласып кеткенбіз. Өте пысық жігіттер. Иә. Жақсы, енді мен бір тағы да, жаңа Билли Айлиш деп қалдыңыздар, иә? Селин Дион, енді олар қазіргі жаңағы Билли Айлиш, Ариана Гранде, енді қазіргі эстраданы жаңағы попта алып жүрген кісілер, иә? Негізгі жұлдыздар солар. Солардың ішінен кімнің альбомы соңғы жарық көрген қатты ұнады? Альбом деп білмеймін, Биллидің кейбір әндері ұнайды. Жақсы. Жақсы қыз, талантты. Кім бар тағы? Ойы ерекше, иә? Иә, ерекше. Біраз нені бұзып жүрген қыз, таптар Америкада жүрген. Мен де кеше байқап қалдым, Мархаба ханымның кезіндегі әндер жаңа неге айқайлап барлығы ал қарағым деп. Кейінгі шыққан әндердің барлығы жай жаңағындай сондай келеді да жаңағындай. Енді карантинде үйде сондай бір өзі атмосфера болып кетті, иә? Жоқ, оған дейін мысалға бұл кісі сыртқа беретін неде болды да көңіл күй. Одан кейін карантин кезінде ішке беретін кезең келді. Тереңдеп, өз ішің миың ішіне үңіліп дегенше, жанының ішіне. Сол ғой. Сол кезеңге неге байланысты ғой әндер өзі. Иә, әрине, ауада болып жатқан энергияға байланысты ғой әндердің бәрі. Ендеше энергияңыз таусылмасын, Мархаба ханым. Бір үзіліс жасайтын уақыт екен қазір. Үзілістен кейін тура деп аталатын ән тұр екен қазір бізде. Әннен кейін эфирге қайта ораламыз. Әндерін де орындады, не болмаса сол кісіге арнап ән шығара бастады. Сіздердің тараптарыңыздан сондай нәрсе бар ма? Абай Гималай деп жағы, Абай деген сияқты әндер шығып кетті. Бұлай да бұлай таңғалып ерекше қылып істемегесін оны. Сіңізді караокеда кездестірмеген кезде мүмкін қайындай жерде кездесіп қалуларыңыз мүмкін еді? Біз бірге оқып жүріп 2 жыл бір-бірімізді көрмегенбіз ғой. Бірге оқыппыз. Бірге дегенде бір неде ғой, консерваторияда. Консерваторияда. Мен бір курс төмен оқыдым, бірақ 2 жыл. Столовыйдан тамақ ішіп, біз неде общагада өзіміз тамақ кездеспеген болған. Элитный жерде тамақ ішкен екенсіз ғой. Бұл енді жергілікті тұрған мен пюре жейтінбіз ғой. Местнаяға бұл кісі. Біз келгенбіз. Содан кейін кездестік. Білмеймін, сол бірге оқып жүріп кездеспеп таң қаламыз да өзіміз. Караокеде аяқ асты кездесіп қалыппыз. Білмеймін, мен басқа жақта кездесуіміз мүмкін бе, мүмкін емес пе? Бірақ караокеге рахмет. Енді бір Алматыда бір ыстық көрінетін жер бар ма екеуіңізге байланысты? Бір андай алғашқы кездесу деген сияқты жаңа караокеден бөлек. Жақсы көретін мейрамхана, көп қыдырған студенттік кезде жаяу жүрген кездеріңіз, жолдарыңыз деген сияқты. Әрбір үшін жүрдік қойдым я. Осыма негізгі Сайна Жандосовадан бастап. Квадрат дейді ғой. Золотой квадрат. Жүрмеген жер, кем деген сияқты. Иә. Өз Алматын жалпы жақсы көреміз. Бекті қаламыз. Өнердің исі шығып тұрады. Иә. Ал өздеріңіз жалпы соңғы оқыған кітап немесе кинодан қандай бір кеңес бере аласыз? Осы киноны көрсеңіздер болады деп, не болмаса кітаптан? Мен кітап десе бірден Джек Лондон, Мартин Иден деп қақтап жүремін. Сол кітапты оқыса енді білмеймін. Иә.
ойды өзгертетін, иә өмірді өзгертетін күші бар. Мархаба ханымның әндерін қарасақ, көбісі бір фильмнің саундтрекі сияқты болып естіледі. Соңғы рет кім ұсыныс жасады? Қазақ хандығы деген сияқты фильмдер шығады деп жаңағындай айтып жатыр да. Сондай бір үлкен проектқа ұсыныстар болды ма? Сериалға мысалы. Сериалға көп ұсыныс келеді. Жақында 2 сериалға алынды. Егізіп деген әнді не қылып басты саундтрек қылып Қазақстанда бір сериал шығады. Сериалдарға көп деп береді. Сол жерден негізі көп жиі танылып жатыр, иә? Иә. Ғананы да көп айналдырды. Ғананы бір шамамен 12 киноға алған шығар, иә, көп қолданды. Жақсы, енді Мархаба ханым, Сәкен мырза, бізге берілген уақыт аяқталып қалған екен. Біздің тыңдармандарға деген бір тілегіңіз болса, сәлемдемелеріңіз болса, жолдайтын. Мамаларыңызға сәлем айтыңыздар тағы. Иә, бәріне ешімізге сәлем. СТВ телеарнасымен түрімді көре алмайды сияқты жауып ұстапты ғой микрофондармен. Жақ қалсындай. Сонымен Мархаба ханым, Сәкен мырза, келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Алғысымыз шексіз, шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздер үшін есігіміз әрдайым ашық. Біздің жүрегіміз ашық сіздер. Кеп тұрыңыздар. Мархаба ханым, жаңағы Майами су кешеніне арналған 4 билетіміз бар еді. Кімге табыстаймыз? Жақсы сауал болған. Кім? Жаңа бала кезің еске Айгүл ханымға ма? Айгүл ханымға береміз, иә? Жақсы. Бәрекелді. Сізге табыстаймыз. Ендеше Айгүл ханым, жеңісіңіз құтты болсын. Билетіңізді бізден келіп алып кетсеңіз. Жуайық бірге. Жақсы. Ендеше достар, бүгінгі таңғы шоу аяқталды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Қазір 1 мен 2-нің аралығында Сәлем саған туған ел бағдарламасында әлі 1 сағат көлемінде тікелей толқында боламын. Ал Ақбибі? Мен демалыстардан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Сау болыңыздар. Таңғы шоу аяқталды. Таңғы шоу.